Америкада кішкентай және де екінші головкин аталып жүрген Исраил Мадримовтың кешегі өткен жеңілісі жайлы бүгін ақпарат беретін боламыз. Кешегі сенбіде 61 килограммда әлем чемпионы, 63 және 66 килограммдарда абсолютті әлем чемпионы, яғни 4 белбеудің барлығын өзінде еншілеген және сонымен қатар 69 килограммда, яғни өзі үшін 4-ші салмақты бағындыруға келген Теренс Кроуфорд әлем чемпионы Исраил Мадримовпен жекпе-жек өткізген болатын. Бұл жекпе-жекте әрине Исраил Мадримов жеңіліске ұшырады, белбеуінен айырылды, бірақ бұл жекпе-жекте Исраил Мадримовтың мерейі үстем болды. Не себепті? Себебі көптеген мамандар, бокс порталдарының барлығы да Исраил Мадримовтың жеңісін көрген. Төрешілердің шығарған шешімі мұнда назарларыңызда. Осы шешімге қарап біз шынымен де Теренс Кроуфордтың жеңісін көреміз, ал бірақ көптеген мамандар, оның ішінде Райан Гарсия өте үлкен хайпты мәлімдеме жасады. Оның ішінде түрлі боғауыз сөздермен бірге ол жеңіске лайық емес. Ол кезінде Эрл Спенстің өзін лайықты түрде жеңе алмаған, яғни авариядан кейін Эрл Спенсті жеңді деген пікірлерін білдірді. Сондықтан да Мадримовты, яғни кішкентай Головкин немесе екінші Головкин деп аталып жүрген Мадримовты біз бұндай шынайы ресми түрдегі жеңілісімен, ал бірақ медиалық тұрғыда және бокс әлеміндегі үлкен мега жұлдызға айналғандығымен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта Теренс Кроуфорд немесе Мадримов екеуіне де вызов тастағандар арасында екі қазақстандық бар. Оның біреуі Жәнібек Әлімханұлы, ол Теренс Кроуфордты құттықтап, қане 160 фунтқа кел, екеуміз жұдырықтасайық деген болатын. Шынымен де егер бұл жекпе-жек орын алатын болса, біздің мерейіміздің үстем болғаны. Біз еліміз үшін тарихи келесі бір жекпе-жекті көретін боламыз. Себебі біз кезінде әрине Головкиннің тарихи жекпе-жектерін көрдік, ал бірақ одан кейін біз әлі ондай үлкен жекпе-жектерді көрген жоқпыз. Осы бір жекпе-жектер Жәнібек Әлімханұлына бұйырса екен деген тілегіміз бар. Ал одан бөлек Данияр Елеусінов те Мадримовты кезінде 2 рет жеңгендіктен әуесқой бокста. Бұл жерде де ол өзінің вызовын тастап үлгерді. Яғни жекпе-жекке шақыру жасады. Көрген боларсыздар Кроуфордтың да деңгейін, Мадримовтың да деңгейін деп. Ал бірақ шын мәнісінде дәл қазір Мадримовпен немесе Кроуфордпен де Данияр болсын, Жәнібек болсын шығатын болса, бұл қазақ боксының мерейінің үстем болғандығын білдіреді. Себебі мұндай үлкен жекпе-жектерді біз көрмегенімізге ұзақ уақыт өтті. Бұл жекпе-жекте Исраил Мадримов 400 мың ақш долларына, ал Кроуфорд 1,200,000 доллар сыйақы тапқан болатын, яғни гарантированный осы суммалар берілді, ал одан бөлек спонсордың және де түрлі трансляциялардың сатылымынан тағы да қосымша бонустар ақы алатын болады. Енді бұнымен айтқым келетіні, Исраил Мадримов бұдан кейінгі жекпе-жектерінде енді 500 мың ақш долларынан жоғары табысқа бокс жасады, одан төмен ақшаға бокс жасайды, яғни мега жұлдызға айналды дегеніміз осы себептен. Одан кейін екінші бір факторды айта өтейік, мега жұлдыз болғандығының бір дәлелі Исраил Мадримовтың парақшасында осы жекпе-жекке дейін 500-600 мың ғана оқырман болатын, ал енді қазір 1,200,000 оқырманға жетті, яғни 2 есе көбейді. Бұның өзі үлкен бір көрсеткіш, яғни медиалық тұрғыда Исраил Мадримовтың фанаттары көбейді деген сөз. Енді әлемдік деңгейде көптеген спортшылар осы жекпе-жекке қатысып түрлі пікірлерін білдіруде. Сіз де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз төменге. Жалпы Қазақтан да, Өзбектен де осындай мега жұлдызды боксшыларымыз шыға берсін, және олар үлкен тарихи жекпе-жектер жасай берсін. Және ол жекпе-жектерде барынша жеңіске жете берейік, пайдаға кенеле берейік. Парақшаға тіркеліп қойыңыздар, видеоны лайк басып, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.